Ассалаумағалейкум, арнамыздың құрметті қымбаттылары. Қазақстандағы және әлемдегі болып жатқан ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписать таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Егер сіз жазылған болсаңыз, онда біз бастадық. Еліміздің мақтанышы болады. Мөлдір Мұқан және қызы Айару жайлы мәлімдеме жасады. Танымал продюсер әрі әнші Мөлдір Мұқан кіші қызы Айару жайлы мәлімдеме жасады, деп хабарлайды Араша КЗСН сайтына сілтеме жасап. Түбі жарып шығады бұйырса, еліміздің мақтанышы болады бұйырса, бәріміз сол уақытта кезінде деп жымиып іштей қуанып отыратын боламыз. Мен сіздің балаңыздың жетістігіне, сіз менің баламның жетістігіне қуанып отыратын күндер көп болады. Алтын оқырманым, деп жазды ол. Айта кетейік, осыдан бірнеше уақыт бұрын Айару Тұрсынбек қызы тікелей эфирде өзіне хейт жазғандарды ауылдан шыққандар, колхоздар деп кемсіткен болатын. Бұл қоғамда үлкен дау тудырды. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.